каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз куриный пирог әзірлейміз. Ол үшін пияз бен сарымсақты блендермен ұсақтаймыз. Алдын ала тауықтың туралған етіне ұсақталған пияз, сарымсақ, дәміне қарай тұз, бұрыш және майонез қосып араластырамыз да тоңазытқышқа қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа бөлме температурасындағы май мен жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Қоспамызға тұз бен қант қосамыз. Кейін електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, сұйық массамызға қосамыз да қамыр илейміз. Қамырымызды 10-15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Уақыт өткен соң оны 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкен болуы тиіс. Оны оқтаумен жайып, ыдысымыздың үстіне төсейміз. Тоңазытқыштан начинкамызды алып, қамырдың үстіне саламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін жайып, пирогымыздың биігін жауып, шеттерін бекітеміз. Егер қамырыңыз қалған болса, пирогыңызды видеода көрсетілгендей әсемдеуге болады. Әсемдеп болған соң, үстіне жұмыртқаның сарыуызына сүт қосып жағып шығамыз. Шанышқының көмегімен бірнеше жерден тесіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.